Бірақ оны не үшін мән бермейміз? Өйткені бізде дастархан денсаулық бар, асқазан бәрін қорытып жатыр. Кейбір адамдар бұның қадірін біледі. Кейбір адамдар бар, определенный тамақты ғана жей алатын. Басқа оған болмайды. Диета деген ұстайтындар бар ғой, міне солар ана дастархандарға опырып отқан адамдардың асқазанының қадірін біледі да. Және олар нені дұрыс қалай жеу керек екенін уже изучать еткен. Неге? Өйткені оларда уже басына іс түсті ғой. Ал біз қазір опырып жатырмыз, неге? Біз анау бар кезінде қадірін білмейміз. Жоқ кезінде ғана армандайтын адамбыз ғой. Қазір мінерде 20-дағы жігіттер отыр. 30-дағы жігіттер оларға айтады. Ей, мынаны қазір мынандай істеме. 30-дағы ұрынғандар бар ғой, 20 жасында. Солар айтады. Ей, мынаны істеме, ертең өкінесің дейді. Сол кезде 20-дағылар айтады. Сен де көрдің ғой, біз де көрейік. Бұлар обязательно көру керек қой. Ана көрген адамдар оның артындағы зиянын айтып тұр уже ұрынасын деп. Бұл айтады, жоқ, көрейік та бізде. Сөйтіп 30-ға барған кезінде, баяғыда айтқан дұрыс келді дейді. Адам баласы мынандай дейді, бір мысалын айтайын. Бір балық теңіздің астындағы өмір дейді да. Кәрі шортан балық болған дейді да. Ол қимылдамай жатады екен. Адам келіп қармақ тастайды ғой. Қармақ тастайды ғой, Сол кезде мынау қармақта шылаушындыр. Ол шылаушынды іздеп алатын балықтар үшін оңай олжа, Оңай олжа ғой. Сонда бір балық кеп ананы ілет, анау көтеріп алып кетеді. Бірақ ар жақта не болып жатқанын білмейді ғой. Ар жақта не болып жатқанын білмейді. Сол кезде бір балық кеп ілінеді, мына шорттан айтады екен. Ей, жоламасаңдаршы бұған. Анау жақта арты жақсылық болмайды, ана жақта сендерді қуырып жейді әлі. Бізде ана дүниеге барғанда сұраласын деген сияқты ше. Арты жақсылық емес ана жақта деп. Сөйтсе мынау кеп іліп атқан балықтар бар ғой. Кім барып кепті ояқа? Сендер барып келген адам құсап, ей, ана кеткендер қайтып келмей жатыр ғой. Кеткендер қайтып келмей жатыр ғой. Тістеме, ода мынау жылтыр, айшын сырты жылтыр, бұның іші өтірік десеше, арамы сеннен бізге жегізбей өзің жегін кеп отырма, депше, кеп асыла береді дейді да. Сөйтіп шетінен кете береді екен. Бірақ мынау көріп жатқан, айтады екен, ей, істеме, болмайды депше. Жоқ, көреміз, уақытында көреміз дейді екен, адам бите береді екен ғой. Біз тура сондаймыз ғой. Көрген адамдар айтады бізге. Мына апалардан сұраш, бұл кісілер қай жылда неден қателескенін бәрін біліп отыр ғой. Бірақ сол жылда келе жатқан адамдар осылардың айтқанын істемейді ғой. Өзіміз көрейік дейді. Көрейік. Мысалы, жас күнінде балдарға, мысалда жас кезде жігіттерге, ей, басыңа қалың киім жүрсейші, сәннен сұлуы дей ма, сұлуынан жылуы дейді. Ей, сұлуынан жылуы депше, өзіміз сөйтетіміз. Қыстың күні мен шапка кимейтін, прическамен жүретін ек қой. Үйден кигіз жібереді ғой. Сыртта анау бір там бар, 10 там бар. Соған тықып кететін. Сөйтіп былай жүретіміз. Кейін ауырған кезде түсіндік, аналар кейінгіңді ойлаған екен да, сен бүгінгіңді ойлаған жоқ, кейінгіңді ойлаған екен да, сөйтіп айтқан екен. Қазір үлкен кісілер бар. Отырады, отырған жерінде аяғы қақсайды. Аяғын уқалатады да отырады. Бір жерде ұзақ отыра алмайды. Бірақ солар жастарға айтады. Қыстың күні, ей, моды қумай ғана қалың киінсе, керзібей кимейді қазіргі жастар. Ұялады ғой. Кроссовки андай бір блатной киім жүреді. Ай, ертең қақсайды аяғың десеше, ертең күні қойберші, бүгін нормаль жүрсем болды деп ойлайды ғой. Ертең бірақ солар қайттан. Әсіресе қазіргі жастардың денсаулығы, қазіргі қариялерден де қиын. Өткен кезінде қариялар хотя бы мәсі киіп жүретінше, мәсі көлеспен жүрген адамдар. Қазіргілер тіптен кетті ғой. Қыстың күні кетаммен жүр ғой қазіргілер. Моды қуып ше. Соң қазіргі әйелдер көп туа алмай жатыр, бұрынғы апалар қысап. Өйткені әйелдерге кіндігін ашқан әйел ауру болады. Кіндік жатырға бірінші тікелей жолда бұл. Кіндігін ашып жүргендер, белін ашып жүрген әйелдер шетінен ауру болып жатыр ғой. Неге? Суық өтіп кеткен ғой, суық өтіп кеткен. Міне ислам бізге кезінде бірдемені айтқан. Пайғамбар салсам сүннеті қандай еді? Оңға қарап жататын еді. Не шалқасынан, не оңға қарап жататын. Сөйтсек, медицина қазір айтып жатыр. Адам солға қарап жатса,
жүрек астында қалып кетсе, ол адамның тынығуы қиын болады екен. Жүректі жоғары қою керек екен. Сонда жүрек ұрысы бар ғой, нормализоваться етеді дейді екен ғой қазақша. Орысша қалай айтады оны? Мен орысша айтып отырмын ба қазір? Бір қалыпты дейді орысшасы. Ана біреуден күкірт берші десе, не ол деген ғой? Сіріңке деген да. Ол не десе, шақпақ деген. Не ол десе, спичка десе, таңғанелі сөйтіп қазақша сөйлесей деген ғой. Бізде солай ғой қазір. Көп сөздер былай. Бір күн осы жерде уағыз айтып тұрмыз. Ара-арасында мен орысша айтып кетем ғой. Осындай сөздерді қосып қалам ғой. Өз аңдайып, бәлездеп отыратындар болады өз. Сөз біткеннен кейін бір ата өз басында көз қарасын етіп отқанша бүйтіп отқан тұғын. Сөйтіп соңында, бала, саған бір деме айтайын дейді. Жарайды, айта беріңіз, не болды? Сен орысша сөйлеме дейді, арасында қоспа. Конкретно қазақша сөйле, или чистый орысша сөйле дейді. Жалпы қазақша таза сөйле деді. Енді арасында болмайды. Жарайды дедім, ертесіне уағызға келдік. Ана атау алдында тағып отырып алған. Уағыз айтып жатырмын да, анау уже келе жатыр деген жерге келіп қаласың ғой. Сол кезде ата уже дегеннің қазақшасын айтып жіберіңізші деймін ғой. Ана дейді да, білмейді ғой, оны жоқ қой. Сөйтіп тағы уағыз айтылып келе жатады да, почти тиді деген жерге келіп қаласың ғой, почти тиді. Сол кезде ата почти дегеннің қазақшасын айтып жіберші деймін ғой. Үндемейді анау, білмейді. Сөйтіп уағыз айтылып келе жатады. Атаға келеміз. Ата сквозняктың қазақшасын айтып жіберіңізші деймін ғой. Не ол сквозняктың қазақшасы? Өтірік етпей. Шамалы. Сонымен ана атаға айтып отырмын да, көрдіңіз ба, бізде кейбір сөздер бар, аударылмайтын же. Амал жоқ, сол кезде айту керек болады да.